Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақ елі қанды қаңтардан кейін Ресей Федерациясы қазақ жерінде орыстандыру саясатын жалғастырып жатыр. Және бұл саясатты Қазақстанда жүргізіп жатқан Қасым-Жомарт Тоқаев. Бір ай бұрын, наурыз айында бүкіл мынау тауарларда атаулар тек орыс тілінде жазуға болады, қазақ тілінде міндетті емес деген заңды шығарды. Бұл заңға қазақстандықтар ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Бұл бірінші қадам, қазақтарды тексеріп көрді. Келесі референдумда Тоқаев ассамблеяда айтқан сөзінде орыс тіліне ерекше статус беріледі жаңа конституцияда деп айтты. Келесі қадам орыс тілін мемлекеттік тіл қылу мақсаты болып тұр Тоқаевтың. Сондықтан достар, дайын болайық. Бірінші, бүкіл ұлтшылдарды қамап, қылмыстық іс қозғап, елден қудырып, қазір Тоқаев референдумда орыс тілін екінші мемлекеттік тіл қылайын деп жатыр. Біз қазақтар не істейміз, қандай әрекет жасаймыз? Ойларыңыз болса хабарласыңыздар.